Егер күнделікті бірнеше тағам түрін қайталап жасай беруден шаршасаңыз, осы жаңа рецептпен жасалатын тағам түрін сіздерге ұсынамын. Түскі асқа, кешкі асқа ұсынсаңыз болады, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Жылы сүтке тұз, қант, дрожж салып араластырып жұмсақ қамыр илейміз. Керек заттардың бәрін мөлшерімен комментарийға жазып қалдырамын. Дәл осы видеодағыдай жұмсақ қамыр еліп болған соң, бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа көтерілу үшін қойып қоямыз. Ол уақыт аралығында салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге тауық еті қажет, кез келген тауық еті жарайды. Окорочка, бүтін тауық етін алсаңыз болады, және де өз ыңғайыңызға қарай дәл осы видеодағыдай бөлшектеп алсаңыз болады. Тауық етімізді бөлшектеп болған соң, қызып тұрған табаға сұйық майымызды құйып, тауықтың етін қуырамыз. Тауықтың етін салған соң бірден артынша пиязды салып, екеуін бірдей сәл сарғайғанша қуырып аламыз. Дәл осылай қуырылып болған соң, көкөністеріңізді салсаңыз болады. Сәбіз, балқар бұрышы және де өз дәміңізге қарай специяларды қоссаңыз болады. Мен мұнда қызыл бұрыш, қара бұрыш, шай қасықпен және тұз, өз қалауыңыз бойынша томат қоссаңыз да болады. Томат қоспай жай қалдырсаңыз да болады. Бәрін салып араластырамыз, бір келкі етіп, және сол отта, қатты отта қуырып жатырмын мен мына жерде. Кішкене қуырылып болған соң, бір тісше чеснокты осылай үгітіп жібересіз, өткізіп жібересіз, я болмаса теркадан пышақпен талқандап майдаласаңыз да болады. Осы арасына салып, аромат беру үшін қуырамыз кішкене. Чеснок қуырылып болған соң, картопты саламыз. Картопты салып та кішкене қуыртып жібереміз, араластырып. Сосын бетін жауып, баяу отта шамамен 20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Картоп жұмсарғанша пісіріп аласыздар. Ол уақыт аралығында қамырымыз көтеріліп, ішіне жағатын салманы дайындаймыз. Ең алдымен сұйық майға укроп 2 қасық және де паприка 1 қасық салып, бір келкі етіп араластырамыз. Қамырымыздың арасына жаятын начинка осымен дайын болады. Бір шетке алып, қамырымызды жұқа емес, қалың емес, орта қалыңдықта жайып аласыз. Жайылған қамырдың ортасына жаңағы дайындаған салмамызды жағып, бір келкі етіп сеуіп жағып шығамыз. Дәл видеодағыдай жағып, дәл видеодағыдай бүктеп орайсыз. Сосын қамырды теңдей 2-ге бөліп, дәл видеодағыдай пішінге келтірсеңіз болады. Болмаса өз қалауыңыз бойынша пішінге келтірсеңіз болады.
пішінге келтірілген қамырларымызды қайнап тұрған мантоваркаға салып 20 минут, ровно 20 минут көлемінде пісіресіз. 20 минутта пісіп шықса, дәл осылай пісіп шығады. Сразу мантоварканың бетін ашып қоясыз, я будан алып, я болмаса осылай бөлек ыдысқа салып аласыз, сонда басылып қалмайды. Осылай дәмді тағам шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, маған жазылып қолдап кетуді ұмытпаңыз.